Жетпістің желкенің керген шағымда өткен өміріме қайта-қайта көз жүгіртемін. Кейде үйдің төріндегі ескі сандықты ашып, сарғайған суреттерді қолыма аламын. Әр сурет бір дәурен, әр жүз бір сағыныш. Мен Гүлмира. 4 баланы өмірге әкеліп, адал еңбекпен өсірген қарапайым анамын. Жолдасым өмірден өткеніне 10 жылдан асты. Ол бар кезде шаңырағымыздан күлкі үзілмейтін. Балалар бір-біріне тірек еді. Мен сол күндер мәңгі жалғасады деп ойлайтынмын. Үлкен қызым Айдана, мінезі сабырлы, бірақ көңіліне алғанын ұмытпайтын. Үлкен ұлым Жангелді, әкесіне татқан еңбекқор, дегенмен айтқаннан қайтпайтын қасықтығы бар. Кіші ұлым Амангелді, жүрегі жұмсақ, ешкімнің көңілін қимайтын момын жан. Кенже қызым Амина, үйдің еркесі болып өсті, әлі күнге дейін бәрімізді бір дастарханға жинауға тырысады. Немерелерім де өсіп қалды. Жангелдінің ұлы Арман мен Амангелдінің қызы Ұлдана бір-бірімен тату еді. Олардың күлкісі үйге жан бітіретін. Бір күні бәріміз әкеміздің асына жиналдық. Таңертеңнен бері үйдің іші қонаққа толып, қазан қайнап жатты. Мен балаларының әрқайсысына қарап отырып, Құдайым, осылардың ынтымағын бұзбасын деп іштей тіледім. Бірақ адамның ойлағаны бола бермейді екен. Дастархан басында әңгіме әуелде жай басталды. Кейін сөз ауылдағы ескі үйге тірелді. Апа, бұл үйдің ертеңгі күні қалай болады? Деді Жангелді. Ол үй саған ғана тиесілі емес, деді Айдана. Мен ондай сөз айтқан жоқпын. Бірақ айтып тұрғаның сол емес пе? Амангелді үнсіз отырды. Әдетінше ешкімге қарсы сөз айтпады. Сен де бірдеңе айтшы, деді Жангелді інісіне. Аға, бәрін анамыз шешсін, бізге ұрсудың керегі жоқ. Мен олардың жүзіне қарадым. Бір кезде бір табақтан аш ішкен балаларының жанарынан бөтендік байқалды. Балаларым, дүние үшін сөзге келмеңдер. Үйде, малда өткінші. Ертең бір-біріңе керексіңдер, дедім. Бәрі үндемей қалды. Сол күні кешке Айдана менің қасыма келді. Анашым, мен үйді сұрап отырған жоқпын, бірақ ағам бізді бөтен көретін сияқты. Қызым, ашумен айтылған сөзге бола көңіліңді қалдырма. Менің көңілім емес, сіздің жүрегіңіз ауырады ғой. Қызымның сөзі жүрегіме қадалды. Арада бірнеше күн өтті. Бұрын күнде хабарласатын балаларының үндері сирей бастады. Бірі екіншісіне өкпелеп, енді бірі үнсіздікке көшті. Бір күні көшеде көрші Күләш апа жолықты. Гүлмира, балаларының арасына не болды? Ауылда түрлі әңгіме айтылып жүр. Мен жымиып, ештеңе емес, бәрі жақсы, дедім. Бірақ ішім қан жылап тұрғанын ешкім сезбеді. Кешке жалғыз қалғанда жолдасымның суретін қолыма алдым. Сен барда бәрі басқаша еді. Балаларымыздың арасын суытпай алып қала алмадым ба? Деп көзіме жас алдым. Сол сәтте телефоным шырылдады. Қоңырау шалған немерем Арман. Дауысы бұрынғыдай емес, абыржыңқы еді. Әже, сізге маңызды бір нәрсе айтуым керек. Менің жүрегім су ете қалды. Арманның келесі айтатын сөзі, біздің отбасының тағдырын мүлде басқа арнаға отпыратынын ол кезде әлі білген жоқпын. Әже, сіз боссыз ба? Деді Арманның дірілдеген дауысы. Айта ғой балам, не болды? Телефонның арғы жағынан бір сәт үнсіздік орнады. Арман ауыр күрсінді. Әже, әкем мен Айдана тәтем қатты ренжісіп қалды. Кеше үйде сіз туралы сөз болды. Жүрегім шімете қалды. Мен туралы не айтты? Айтқым келмейді, бірақ сіздің жылағаныңызды көргім келмейді. Балам, шындықты айт, өтіріктен ауыр ештеңе жоқ. Әкем, анам бәріне бірдей қараймын дейді, бірақ кейбірін көбірек жақтайды деді. Телефон қолымда дірілдеп кетті. Мен өмір бойы 4 баламды тең көрдім. Бірінің киімі бүтін болса, екіншісіне де алып беруге тастым. Бірі ауырса, түн ұйқымды 4 бөліп қасында отырдым. Енді сол балаларым мені біреуді жақтайды деп ойлағаны жаныма батты. Жарайды балам, сен оған уайымдама, дедім әрең. Телефонды қойған соң көзіммен еріксіз жас ақты. Ертеңінде таңертең Амангелді келді. Анашым, жағдайыңыз қалай? Жақсымын балам, ол менің көзімнің ісінгенін байқап қалды. Жыладыңыз ба? Жоқ, көзіме шаң түсті. Амангелді бала күннен менің өтірік айтқанымды бірден білетін. Анашым, мен алдамаңыз, мен үнсіз қалдым. Ағам тағы бірдеңе айтты ма? Жоқ, ешкімді кінәлама, әркімнің өз ақиқаты бар шығар. Амангелді қабағын түйіп, осы үнсіз жүргенінен бәрі мені әлсіз көреді, бірақ сізге біреу сөз тигізсе шыдай алмаймын. Балам, ашумен ештеңе шешілмейді. Ол басын издегенімен жан дүниесінде дауыл тұрған сезіп отырдым. Кешке қарай Айдана келді, қолында ыстық бауырсағы бар. Анашым, жаңа пісірдім, жалғыз отырып ішпеңіз деп әкелдім. Мен қызымды құшақтап алдым. Сен келгенде үйім жарық болып кетеді. Айдана көзіме ұзақ қарап тұрды. Анашым, сіз жыладыңыз ба? Қартайған адамның көзіне жас тез келеді екен.
Жангелді аға тағы бірдеңе айтты ма? Жоқ, қызым. Анашым, мен ағаммен ұрысқым келмейді, бірақ мені тыңдамайды. Сен бірінші болып кешірім сұрасаң қайтеді? Мен кінәлі болмасам ше? Кейде отбасыда кімнің дұрыс екені емес, кімнің дана болғаны маңызды. Айдана үндемей қалды. Бірнеше күннен кейін ауылда той болды. Бүкіл ағайын жиналды. Мен 4 баламды бір дастарханның басына отырғызғым келді, бірақ бәрі мен ойлағандай болмады. Жангелді бір шетте отырды, Айдана екінші жақта. Амангелді екеуінің ортасында абдырап жүр. Амина ғана бәрін жарастырмақ болып жүгіріп жүрді. Аға, бері келіңізші. Жоқ. Тәте, сіз де? Қажеті жоқ. Ағайындардың көбі бұл жағдайды байқап қалды. Бір кезде бір әйел: «Бұрын бұл әулет қандай үйімшіл еді, не болып кеткен?» деп сыбырлағанын құлағым шалып қалды. Сол сөз жүрегімді тілгілеп өтті. Мен орнымнан тұрып: «Балаларым, бәрін бері келіңдерші, бір суретке түсейік» дедім. Үшеуі амалсыздан қатар тұрды. Бірақ ешқайсының жүзінде күлкі жоқ еді. Суретке қарап тұрған фотограф: «Сәл күлімсіреңіздер». Ешкім күле алмады. Сол сурет кейін біздің отбасымыздың ең мұңды суретін айналарын ол кезде ешкім білген жоқ. Тойдан қайтып келе жатқанда Амина маған: «Анашым, бұлай жалғаса берсе, ертең балаларымыз да араласпай кетеді». Мен ауыр күрсіндім. Мен де содан қорқамын қызым. Дәл сол сәтте телефоныма бейтаныс нөмірден хабарлама келді. «Гүлмира апа, отбасыңыздың ішінде болып жатқан кейбір шындықтарды сіз әлі білмейсіз. Ертең кездесуге келсеңіз, бәрін айтып беремін». Хабарламаның соңында ешқандай есім жазылмаған еді. Менің жүрегім тағы да бір жамандықты сезгендей дүрсілдеп қоя берді. Түні бойы көз іле алмадым. Отбасыңыздың ішінде болып жатқан шындықтарды білмейсіз деген бір ауыз сөз санамнан кетпеді. Кім болуы мүмкін? Не айтпақ? Әлде біреудің әдейі арандатуы ма? Таң намазынан кейін аулаға шығып, орындыққа отырдым. Күн жаңа ғана көтеріліп келе жатыр. Құстардың сайрағаны ғана естіледі. Бірақ менің көңілімде тыныштық жоқ еді. Таңғы шай үстінде Амина: «Анашым, бүгін біртүрлісіз, бір жеріңіз ауырып тұр ма?» деді. «Жоқ, қызым, қартайған адамның ойы көп болады екен. Мен әлгі хабарлама туралы ешкімге айтпадым». Түске қарай хабарламада көрсетілген жерге бардым. Бұл ауыл шетіндегі шағын саябақ еді. Орындықта қара орамал тартқан орта жастағы әйел отыр екен. Мені көргенде орнынан тұрды. «Сіз Гүлмира апасыз ба?» «Иә, ал сіз кімсіз?» «Менің атым Меруерт. Бұл есімді бұрын естімегенмін». «Сіз маған не айтқыңыз келді?» Әйел жан-жағына қарап алып, жай ғана сөйледі. «Апа, мен сіздің отбасыңыздың бұзылғанын қаламаймын, сондықтан келдім». «Ашығым айтыңыз». «Соңғы айларда біреу балаларыңыздың арасына от салып жүр». Жүрегім шым ете түсті. «Кім?» «Оның атын әзірге айтпаймын. Бірақ ол әрқайсысына әртүрлі сөз жеткізіп, бір-біріне деген сенімін жоғалтып жатыр». «Сіз мұны қайдан білесіз?» «Себебі мен өз құлағыммен естідім. Менің қолым мұздап кетті». «Кім екенін неге қазір айтпайсыз?» «Дәлелім толық емес. Дәлелсіз айтсам, бәрі маған жабылады». Мен үнсіз қалдым. «Бір ғана нәрсені біліңіз, апа. Сіздің балаларыңыздың ешқайсысы жаман емес, бірақ біреудің сөзіне еріп барады». Осыны айтып, Меруерт кетіп қалды. Үйге қайтып келе жатып өткен өмірімді есіме алдым. Жангелді 10 жасында қарындасы Айдананы мектепке арқалап апаратын. Амангелді ауырғанда түнімен қасында отыратын. Амина кішкентай кезінде ағаларының мойнына асылып жүретін. Сол балалар қайда кетті? Қалайша бүгін бір-бірінің жүзін көргісі келмейтін халге жетті? Кешке Жангелді өзі келді. «Анашым, үйде барсыз ба?» Даусынан бір түрлі салқындық сезілді. «Кел балам». Шай үстінде ұзақ үнсіз отырдық. Бір кезде ол: «Анашым, сізден бір нәрсе сұрайын деп едім». «Сұра». «Сіз шынымен Айдананы бізден артық көресіз бе?» Қолындағы кесе сәл дірілдеп кетті. «Мұны саған кім айтты?» «Жауап беріңізші». «Балам, ана үшін 4 саусақтың қайсысы артық?» «Бірақ бәрі солай айтып жүр». «Бәрі деген кім?» Жангелді жауап бермеді. Ол үндемеді. «Балам, біреу саған мен туралы жаман сөз айтса, ең алдымен өз анаңа келіп сұрауың керек еді». Жангелдінің көзіне өкініш ұялай бастады. «Мүмкін, мен қателескен шығармын. Әлі кеш емес, бауырдан айырылу оңай, қайта табысу қиын». Жангелді кеткеннен кейін есік қағылды. Бұл жолы келген немерем Ұлдана еді. «Әже, сізге бірдеңе көрсетейін деп келдім». «Не болды, қызым?» Ұлдана телефонын ашып, маған бірнеше скриншот көрсетті. Онда біздің отбасы туралы ауыз сөздер жазылған екен. Біреу Айдананың атынан Жангелдіге, Жангелдінің атынан Амангелдіге жалған хабарламалар жіберіп отырған. «Әже», деді Ұлдана көз жасын тия алмай.
Меніңше, біреу әдейі бәрімізді араздастырып жүр. Сол сәтте менің бойымды қорқыныш биледі. Бұл енді жай ғана өкпе емес еді. Біздің отбасымызға сырттан біреу әдейі сынақ ағып жүргені анық еді. Бірақ ол адам кім? Және оның мақсаты не? Ұлдана көрсеткен хабарламаларды қайта-қайта қарап шықтым. Бір қарағанда бәрі рас сияқты. Бірақ сөз саптауы, жазу мәнері менің балаларым ұқсамайды. Қызым, мұны әкең көрді ме деп сұрадым. Жоқ әже, алдымен сізге көрсеткім келді. Дұрыс істепсің. Әже, біз не істейміз? Мен терең күрсіндім. Асықпайық. Ашумен шешім қабылдасақ, бәрін одан сайын ушықтырып аламыз. Ұлдана басын изеп үйіне қайтып кетті. Ал мен түні бойы ойланып шықтым. Ертеңінде таңертең Амина келді. Анашым, бүгін бәрімізді шақырсақ қайтеді? Ашық сөйлесейік. Қызым, әзірге ерте. Неге? Өйткені әрқайсысы өз шындығына сеніп отыр. Қазір сөйлессек, тағы ұрысып кетуі мүмкін. Сонда не істейміз? Алдымен шындықтың түбіне жетеміз. Амина тамырғай қарады. Шындық бар ма сонда? Бар. Мен анамын, балаларымды танимын. Бұлар бір-бірін жек көріп кеткен жоқ. Бір нәрсе оларды осы күйге жеткізді. Сол күні кешке Айдана телефон соқты. Анашым, бүгін сізге барайын деп едім. Келе ғой қызым. Айдана келгенде көңілсіз екен. Анашым, кеше дүкенде жеңешемді кездестірдім. Қай жеңгенді? Жангелді ағамның әйелін. Не болды? Мені көріп амандасқанда жоқ. Мүмкін асығып жүрген шығар. Айдана басын шайқады. Жоқ анашым, әдейі теріс бұрылып кетті. Мен үндемедім. Айдананың көңіліне күдік ұялағаны анық. Кешке қарай Амангелді де келді. Анашым, сізге ақылдасатын шаруам бар. Айта ғой, ағам менімен сөйлеспей кетті. Неге? Біреу оған, Амангелді, сен туралы сырттан жаман сөйлейді деп айтыпты. Сен сөйледің бе? Өмірімде олай істеген емеспін. Мен ұлымның жүзіне қарадым. Көзінде реніштен гөрі өкініш басым еді. Анашым, мен ағамды әрқашан сыйладым, бірақ ол маған сенбей қалды. Сабыр ет балам, шындық бәрібір ашылады. Бір аптадан кейін ауылда күтпеген жағдай болды. Арман мен Ұлдана мектептегі іс-шарадан қайтып келе жатқанда бір-бірімен сөзге келіп қалыпты. Бұрын айырылмайтын екі немере енді сөйлеспейтін болыпты. Осыны естігенде жүрегім шаншып кетті. Үлкендердің өкпесі балаларға да жұғып барады деп ойладым. Сол күні кешке Арман үйге келді. Әже, кешіріңіз. Не үшін балам? Ұлданамен ұрсып қалдым. Сендердің не кінәларың бар? Үлкендердің қатесін қайталамаңдар. Арман басын төмен салды. Бірақ әкем олармен араласпа деді. Осы сөзді естігенде жүрегім тағы да ауырды. Бір кезде бір-бірін туғанындай көрген балалар енді өз немерелерінде алыстатып бара жатты. Сол түні ескі сандықты ақтарып отырып, жолдасымның күнделігін тауып алдым. Ол кісі күнделік жазатын. Сарғайған парақтарды ашып отырғанда көзіме мынадай сөйлем түсті. Балаларым ер жеткенде байлық емес, бірлік қалдыруға тырысамын. Өйткені бөлінген үйдің берекесі болмайды. Көзімнен жас аршып кетті. Естай, сенің аманатыңды сақтай алмадым ау. Дәл сол сәтте есік қағылды. Түн ортасы болатын. Мұндай уақытта кім келді екен? Есікті ашсам, босағада Жангелдінің әйелі тұр екен. Жүзі бозарып кеткен. Апа, мен сізге өте маңызды шындықты айтуға келдім. Оның даусы қалтырап шықты. Мен сол сәтте бұл әңгіменің бәрі біз ойлағаннан әлдеқайда терең екенін сездім. Түн ортасында табалдырықта тұрған Жангелдінің әйелі салтанаттың түрі адам шошырлықта еді. Көзі сінген, жүзінен қорқыныш байқалады. Кел қызым дедім, есікті айқара ашып. Ол үйге кірген бойда үнсіз жылап жіберді. Не болды? Жангелді аман ба? Аман. Бірақ менің енді үндемей жүруге арым жібермеді. Мен оған бір кесе шай құйып бердім. Айта ғой қызым. Салтанат біраз үнсіз отырып, апа, мына жағдайдың бұлай ушығуына мен де кінәлімін деді. Жүрегім зу ете қалды. Қалай? Мен әдейі істеген жоқпын, бірақ біреудің сөзіне сеніп қалдым. Кімнің? Өзімнің әпкем. Ол үнемі, Айдана сендерді көре алмайды. Амангелді анаңды өзіне қиғаратып алады. Ертең мұрадан құр қаласыңдар деп айтып жүрді. Мен ауыр күрсіндім. Сонда сен сол сөздерді Жангелдіге жеткізіп отырдың ба? Салтанат көз жасын сүртті. Иә. Басында мән бермедім. Кейін өзімде күдіктене бастадым. Жангелді де өзгере бастады. Соңында бәріміз бір-бірімізге сенбей қалдық. Үй ішін үнсіздік басты. Қызым, бір ауыз сөз кейде бір әулеттің шаңырағын шайқалтады, дедім жай ғана. Білемін апа. Қазір қатты өкінемін.
Өкінгенім жақсы, бірақ кеткен сөзді қайтару қиын. Салтанат жылап жіберді. Мені кешірімші. Мен оның қолынан ұстадым. Мен кешірдім. Бірақ енді балаларының арасына от жақпайсың кеп уәде бер. Уәде беремін. Ертемінде мен Жангелдіге телефон соқтым. Балам, кешке маған келші. Жарайды, анашым. Кешке ол жалғыз келді. Анашым, не болды? Мен асықпай ғана сұрадым. Салтанат, саған соңғы кездері кімдердің сөзін айтып жүр? Жангелді тамырғап қалды. Неге сұрап отырсыз? Жауап бер. Әпкесі әртүрлі әңгіме айтатын. Сен соған сендің бе? Ол үнсіз қалды. Балам, бөтеннің сөзіне сеніп, туғаныңнан күмәнданғаным дұрыс па? Жангелді ауыр күрсінді. Кейде адамның көзіне ашу перде болады екен. Ашудың арты өкініш екенін кеше ғана түсіндің бе? Ол басын төмен сүрді. Иә. Сол күні кешке Айдана келді. Жангелді есіктен шығып бара жатқан. Екеуі бір-біріне қарап қалды. Бірақ еш қайсысы амандаспады. Менің жүрегім тағы ауырды. Екеуің де тоқтаңдар дедім, қатқылдау үнмен. Екеуі де бұрылды. Бір үйден шыққан бауыр едіңдер. Амандасуға дейін намыстанатын күнге жеттімдер ме? Айдананың көзіне жас келді. Жангелді үндемеді. Мен сендерді осылай тәрбиеледім бе? Үнсіздік. Егер мен ертең көз жұмсам, осы өкпемен өмір сүресіңдер ме? Бұл сөзден кейін Жангелдінің иегі дірілдеп кетті. Айдана да бетін теріс бұрды. Бірақ еш қайсысы бір шадам жасамады. Сол түні кеудем қысылып тынысым тарылып кетті. Амина жедел жәрдем шақырды. Дәрігер қан қысымының қатты көтерілгенін айтты. Әжеңізге мүлде уайымдауға болмайды. Әйтпесе жағдайы қиындауы мүмкін, деді дәрігер балаларға. Бөлменің сыртында тұрған 4 балам алғаш рет ұзақ уақыттан кейін бірге тұрды. Бірақ олардың жүзінде қорқыныш пен өкініш қатар көрініп тұрды. Мен көзімді әрем ашып, балаларым, бір-бірінен айырылмаңдар, дедім. Сол сәтте Жангелді Айданаға қарады. Айдана да ағасына көз тастады. Екеуі алғаш рет көздерін тайдырмады. Бірақ дәл сол кезде дәліздің соңынан бір әйелдің қатты дауысы естілді. Осының бәріне кінәлі адам әлі ештеңе айтқан жоқ. Бәріміз жалт қарадық. Бұл Салтанаттың әпкесі еді. Аурухананың дәлізінде тыныштық орнады. Салтанаттың әпкесі Гаухар ешкімнен қаймықпай ортаға қарай жүрді. Жүзінде өкінудің ізі жоқ. Не айтып тұрсыз? Деді Жангелді ашуға булығып. Айтып тұрғаным шындық. Қандай шындық? Гаухар иығым қилихан еткізді. Сендердің осы күнге жетулеріңге менің де қатысым бар. Салтанат көз жасын сүртіп, әпке тоқташы деді. Жоқ, бүгін бәрін айтамын. Жангелді жұдырығын тиіп тұр. Неге? Біз саған не істедік? Гаухар салқын үнмен жауап берді. Сендер ештеңе істеген жоқсыңдар. Бірақ мен сендердің тым тату жүргендеріңді көре алмадым. Дәліздегілердің бәрі антаң болды. Не дейсің? Деді Айдана. Иә, мен өз өмірімде сондай бақытты отбасы болмадым. Күйеуіммен ажырастым. Балаларым жан-жаққа кетті. Ал сендердің аналарының айналасына жиналып, күліп жүргендерімді көрген сайын ішім күйетін. Салтанат еңіреп жіберді. Әпке, неге бұлай істедің? Алғашында жай ғана сөз айттым. Кейін бәрім соған сене бастадыңдар. Мен аурухана төсегінде жатқан күйі олардың сөзін естіп жаттым. Жүрегім ауырып тұрса да, жаным одан бетер ауырды. Демек, деді Амангелді, біз бір-бірімізге емес, бөтендерім сөзіне сеніппіз ғой. Гаухар үнсіз басын изеді. Айдана туралы өтірік айтқанда сен бе? Иә. Анамыздың үйін бөлсет деген әңгімені шығарғанда сен бе? Иә. Мен туралы ағама жаман сөз жеткізгенде сен бе? Иә. Жангелді қабырғаға сүйеніп қалды. Сонда біз өз қолымызбен өз отбасымызды құлатқан екенбіз. Осы кезде дәрігер сыртқа шықты. Науқасқа тыныштық керек. Қатты сөйлеспеңіздер. Балаларым үндемей қалды. Мен оларды шақырдым. Төртеуі төсегінің жанына келді. Әрқайсысының жүзінде өкініш бар. Балаларым, даусым әрең шықты. Е анашым, деді бәрі бірдей. Мен сендерді кінәламаймын. Айдана еңкілдеп жылап жіберді. Анашым, біз сіздің шашыңызды ағарттық. Жоқ қызым, адам баласы қателеспей тұрмайды. Бірақ қателігін түсінсе, одан асқан бақыт жоқ. Жангелді тізерлеп отырып қолын ұстады. Анашым, мені кешіріңізші. Мен сізге де, бауырларыма да сенбей қалдым. Балам, ана жүрегі баласына еш қашан ренжімейді.
Бірақ енді бір нәрсеге уәде беріңдер. Айтыңыз, мен барда ғана емес, мен жоқтықта да бір-біріме сүйеу болым бір. Төртеуі үнсіз бас изеді. Бірақ дәл сол сәтте палата есігі жайлап ашылды. Ішке немерем Арман кірді. Қолында бір қоңыр папка бар. Әже, мен сізге бір нәрсе әкелдім. Не ол балам? Атамның құжаттары. Жангелді папканы ашып көрді. Ішінен атамның өз қолымен жазылған бірнеше хат шықты. Ең үстіндегі конверттің сыртында. Бұл хатты мен өмірден өткеннен кейін ғана ашыңдар деп жазылыпты. Палаташы қайтадан үнсіз қалды. Жангелді хатты қолына алып жайлап ашты. Ешкім демін ішіне тартып алғашқы жолдарды күтті. Өйткені ол хатта біздің әулеттің тағдырын өзгертіп жіберетін сыр жатқанын ешкім әлі білмейтін. Балаларым бір-біріне таңырқай қарады. Қандай мәселе, деді мен. Ер адам ауыр күрсініп, бұл әңгіме сіздер ойлағаннан әлдеқайда күрделі. Оның келесі сөзі бәріміздің жүзімізді өзгертіп жіберді. Естай ағаның өткен өміріне қатысты сіздер білмейтін бір құпия бар. Түн ұзақ болса да, еш қайсымыз дұрыс ұйықтай алмадық. Әкелерінің хаты әр қайсымыздың жүрегімізді тербеп кеткен еді. Таңертең 4 балам, немерлерім Арман мен Ұлдана және мен аудан орталығындағы банкке бардық. Жол бойы ешкім көп сөйлемеді, әркімнің ойы бір нәрседе, Естайдың қалдырған аманатында. Банк қызметкері күлтті көріп, құжаттарды тексеріп шықты. Бұл үй ашық көп жылдан бері ашылмаған екен, деді. Мен үнсіз басымды изедім. Қызметкер темір есікті ашып, бізді арнайы бөлмеге кіргізді. Сөренің ішінде ескі ағаш сандық жатыр екен. Жангелді оны абайлап, үстелдің үстіне қойды. Анашым, өзіңіз ашыңыз. Қолым дірілдеп кілтті бұрадым. Сандықша жайлап ашылды. Ішінде алтын да, ақша да жоқ еді. Бар болғаны біздің ескі отбасылық суреттеріміз. Әр баламның дүниеге келген кездегі кішкентай білезіктері. Менің жолдасыма жазған алғашқы хаттарым. Балаларды мектептегі мақтау қағаздары. Және көк түсті қалың дәптер. Сыртында менің отбасымның тарихы деп жазылыпты. Амина дәптерді ашты. Алғашқы бетінде Естайдың қолтаңбасы тұр. Егер осы дәптерді бәрің бірге оқып отырсаңдар, демек менің ең үлкен арманым орындала бастаған екен. Жангелді оқи бастады. Онда әр бала туралы естеліктер жазылыпты. Айдана туралы. 3 жасында анасының көйлегінің етегінен ұстап алып, еш қайда жібермейтін. Айдана күліп жіберді. Есінде жоқ екен. Амангелді туралы. 5 жасында көрші баланың сынған ойыншығын өзінікін беріп жұбатты. Сол кезден ақ жуас едің, деді Айдана күлімсіреп. Ал Жангелді туралы. Әрдайым бауырларын қорғап жүретін. Жангелді көзін төмен түсірді. Мен кейін сол қасиетімді жоғалтып алған екенмін. Дәптердің соңғы беттеріне келгенде бәріміз үнсіз қалдық. Онда былай деп жазылыпты. Балаларым, егер бір күні мына дәптерді бірге оқып отырсаңдар, бір өтінішім бар. Әр жыл сайын аналарының туған күнінде осы үйге жиналыңдар. Ешқандай сылтау қабылданбайды. Себебі дастархан басында ішілген бір кесе шай кейде 10 жылдық ренішті жуып кетеді. Мен дәптерді кеудеме қыстым. Әкелерін сендерді қандай жақсы таныған. Үйге қайтып келе жатқанда бәрінің көңілі көтеріліп қалғандай болды. Арман мен Ұлдана бұрынғыдай әзілдесіп келеді. Айдана мен Жангелді де ұзақ уақыттан бері алғаш рет еркін сөйлесе бастады. Мен іштей, Аллаға шүкір, бәрі түзеліп келеді деп қуандым. Бірақ өмір адамды кейде дәл бәрі жақсарды деген сәтте сынайды екен. Кешкісін үйге келгенімізде аулада бір бейтаныс көлік тұр екен. Ішінен костюм киген 2 ер адам түсті. Сіз Гүлмира апайсыз ба? Деді олардың бірі. Иә, біз заң кеңсесінен келдік. Жангелді алаңдап, не болып қалды? Ер адам қолындағы құжатты ашып. Сіздің марқұм жұбайыңыз Естайдың атына қатысты бұрын жабылмаған заңды мәселе арталды. Сол себепті сіздердің отбасы мүшелерінің бәрімен сөйлесуіміз керек. Заң кеңсесінен келген 2 азаматтың сөзі бәрімізді елең еткізді. Жүрегім атша тулап, қолымдағы шай кесесі дірілдеп кетті. Қандай құпия? Деп сұрады Жангелді. Орта жастағы заңгер өзін таныстырды. Менің атым Қайрат. Біз сіздерді қорқыту үшін келген жоқпыз. Бірақ марқұм Естай ағамыздың өсиетіне байланысты бір құжатты өз қолдарыңызға тапсыруымыз керек. Ол қалың қоңыр конвертті үстелдің үстіне қойды. Бұл құжат бізге 12 жыл бұрын тапсырылған. Естай аға уақыты келгенде ғана отбасыма беріңдер деп аманат еткен. Мен таңырқап қалдым. Маған неге айтпаған? Өйткені бұл оның өз шешімі болған. Жангелді конвертті ашты. Ішінде нотариус мөрі басылған қағазбен шағын хат бар екен. Алдымен хатты оқыды. Балаларым,
Егер бұл хат қолдарыңа тисе, сендердің қайтадан бір дастархан басына жиналғандарыңды білдіреді. Мен осы күнді армандадым. Бірақ енді сендерге өмірімдегі ең үлкен құпияны айтуым керек. Бөлмеде тыныштық орнады. Мен жас кезінде үлкен қателік жібердім. Бірақ ол қателігім ешқашан сендердің аналарыңа деген махаббатымды азайтқан жоқ. Айдана еріксіз маған қарап қалды. Жүрегім шым ете түсті. Бұл не сөз? Жангелді әрі қарай оқты. Мен бұл дүниеден ешкімге қарыз болмай кеткім келді. Сондықтан барлық шындықты өзім айтуды жөн көрдім. Хаттың Заңгер Қайрат сөзге араласты. Апай, қорықпаңыз. Бұл құжатта ешқандай заң бұзушылық немесе қылмыс туралы айтылмаған. Онда не туралы? Бұл Естай ағаның жастық шағындағы оқиға. Мен көзімді жұмдым. Естай екеуміз 45 жыл тату-тәтті өмір сүрдік. Бір-бірімізден құпиямыз жоқ деп ойлайтынмын. Оқи бер балам, дедім Жангелдіге. Жангелді хаттың келесі жолдарын оқыды. Гүлмира, егер сен осы хатты оқып отырсаң, менен ренжіме. Мен сені алғаш көрген күннен бастап, өмірімнің соңына дейін тек сені сүйдім. Бірақ саған дейін мен бір отбасыға үлкен жақсылық жасап едім. Сол туралы ешқашан айтпадым. Жақсылық? Деді Амина таңырқап. Хатта былай жалғасыпты. Бір досым жол апатынан қайтыс болғанда, оның әйелі мен кішкентай қызы қиын жағдайда қалды. Мен оларға бірнеше жыл бойы жасырын көмектестім. Гүлмираға айтсам, елдің сөзі тиеді деп қорықтым. Сондықтан үнсіз қалдым. Мен терең дем алдым. Жүрегімдегі ауыр тас сәл жеңілдегендей болды. Естай, сен сондай адам едің ғой. Заңгер тағы бір құжатты көрсетті. Сол отбасының қызы бүгінде табысты дәрігер. Ол Естай ағаның жақсылығын ешқашан ұмытпаған. Биыл ғана бізге хабарласып, бұл құжаттарды уақытында тапсыруымызды өтінді. Айдана жымиып. Әкем ешқашан жасаған жақсылығым айтып мақтанбайтын. Дәл солай, дедім мен. Заңгерлер кетіп қалған соң бәріміз біраз үнсіз отырдық. Сол кезде Арман. Әже, атам қандай керемет адам болған? Иә балам, бірақ оның ең үлкен байлығы мына отырған отбасы болатын. Жангелді орнынан тұрып. Анашым, біз енді әкемнің аманатына лайық өмір сүрейік. Солай болсын балам. Бәріміздің жүзімізде алғаш рет шынайы күлкі пайда болды. Бірақ дәл сол сәтте сырттан ауылдың көршісі жүгіріп кірді. Гүлмира апа, тез шығыңыздар. Не болды? Ескі үйдің шатыры құлап түсіпті. Ішінде маңызды дүниелеріңіз қалып қойған сияқты. Біз бәріміз бір-бірімізге қарап, ештеңе деместен сыртқа қарай жүгірдік. Сол ескі үйдің астында біз әлі білмейтін тағы бір сыр жатқанын ешқайсымыз сезген жоқ едік. Көршінің сөзін ести сала, бәріміз ескі үйге қарай жүгірдік. Бұл балаларым дүниеге келген, күлкісі мен қуанышы қалған қара шаңырақ еді. Үйдің алдына келгенде жүрегім шым ете түсті. Шатырдың бір бөлігі расымен опырылып түсіпті. Аулаға ауыл адамдар жиналып қалған. Апа, абай болыңыз, деді көршілердің бірі. Жангелді мен Амангелді бірден ішке кіріп, құлаған ағаштарды шетке сыра бастады. Аға, мына жақтан ұсташы. Абайлы әншек, көп жылдан кейін алғаш рет екі ұлымның бір-біріне бұрынғыдай тіл қатып жатқанын көріп, көңілім босап кетті. Бөлмелерді қарап шыққан кезде көп зат білінбепті. Тек төргі бөлмедегі ескі кітап сөресі құлап қалған екен. Амангелді тақтайларды көтеріп жатып, аға, бері қараш. Не болды? Мына жерде бір нәрсе бар сияқты. Екеуі бірге көтергенде еденнің астында кішкентай темір жәшік көрінді. Жәшіктің сырты тот басып кеткен. Анашым, сіз мұны білесіз бе? Деді Жангелді. Жоқ балам, мұндайды бірінші рет көрдім. Жәшікті ашқанда ішінен ақша да, алтын да шықпады. Бір шүберекке оралған көне Құран, әкемнің еңбек кітапшасы, бірнеше сарғайған хат және бір уыс бидай дәні шықты. Арман таңырқап. Әже, бидайды неге сақтаған? Мен көз жасымды сүрттім. Бұл сендердің аталарының алғашқы егіннен қалған дән. Неге сақтап қойған? Берекенің белгісі деп айтатын. Хаттардың бірін ашып қарадым. Бұл жолы Естайдың емес, өзінің марқұм әкемнің жазуы екен. Даусын дірілдеп оқи бастадым. Қызым Гүлмира, егер осы хатты оқып отырсаң, демек мен де, анаң да бұл дүниеде жоқ шығармыз. Есіңде болсын, үйдің беріктігі қабырғасында емес, ішіндегі адамдардың бірлігінде. Бірлік кеткен күні сарайда жетім қалады. Айдана үнсіз жылады. Жангелді көзін сүртті. Амангелді терең күрсінді. Мен балаларыма қарап. Міне, көрдіңдер ме? Сендердің аталарын да, әкелерінде бір сөзді аманат етіп кеткен. Ол бірлік. Анашым, деді Жангелді, біз осыны кеш түсіндік. Ең бастысы түсіндіңдер. Сол күні бәріміз ескі үйді бірге жинастырдық. Айдана терезелерді сүртті. Амина ыдыстарды реттеді.
Жангелді мен Амангелді шатырды жөндеуге кірісті. Арман мен Ұлдана ауладағы қоқысты тазалады. Күн батарда қара шаңырақ қайтадан тірілгендей болып көрінді. Мен аулада отырып, бәріне сүйсіне қарап отырдым. Естай, деп іштей сыбырладым. Сенің арманың орындала бастады. Кешкісін бәріміз сол үйдің ауласында дастархан жайдық. Көп жылдан кейін алғаш рет ешкімнің қабағы түйілмеді. Әңгіме күліп отырдық. Сол кезде Арман орнынан тұрып: «Әже, менің бір ұсынысым бар. Айта ғой балам. Бұл үйді сатпайық, керісінше. Жыл сайын бәріміз осында жиналайық. Балаларымыз да, немерелеріміз де осы қара шаңырақтың қадірін білсін». Жангелді бірден: «Мен келісемін». «Мен де», деді Айдана. «Мен де», деді Амангелді мен Амина қатарынан. Менің көзімнен қуаныштың жасы төгілді. Аллаға шүкір, менің ең үлкен байлығым осы екен. Дәл сол сәтте күннің соңғы шапағы қара шаңырақтың терезесіне түсіп, үйдің іші нұрға бөленгендей болды. Мен жүрегімде алғаш рет ұзақ уақыттан кейін шынайы тыныштық орнаған сезіндім. Күндер біртіндеп тыныштала бастады. Ескі үйдің жөндеуінен кейін біздің шаңырақ қайтадан тіріліп, бұрынғыдай жылылық оралғандай болды. Бірақ ең үлкен өзгеріс үйдің емес, адамдардың жүрегінде еді. Жангелді алғаш болып өзгере бастады. Ол әр кеш сайын бауырларын шақырып, кішкентай дастархан жайып отыратын болды. «Бұрын біз сөйлеспей жүріппіз», деді бір күні ол. «Енді әр сөзімізді бағалайық». Айдана да бұрынғы өкпесін ішіне сақтамайтын болды. Ол бірде күліп: «Анау күнгі реніштерімізді еске алсам, өзіме ұят», деді. Амангелді бұрынғыдай үнсіз қалмай, ойын ашық айтуға үйренді. «Үндемей жүріп бәрін жоғалтып ала жаздаппыз», деп күрсінді ол. Амина болса бұрынғыдай бәрін біріктіріп жүретін дәнекерге айналды. «Біз енді бөлінбейміз», дейтін ол әрдайым. Немерелер де қайта татуласты. Арман мен Ұлдана бірге сабақ оқып, бірге ойнайтын болды. Балалардың күлкісі қайтадан аулаға оралды. Бір күні кешке бәріміз ескі үйдің ауласында отырдық. Сол үй енді біздің қайта табысқанымыздың символына айналды. Мен балаларының әрқайсысына қарап отырып: «Балаларым», дедім жай ғана. Адам өмірінде екі нәрсе маңызды: уақыт және бірлік. Уақыт кетеді, бірақ бірлік кетсе, оны қайтару қиын. Бәрі үнсіз тыңдады. Сол сәтте Жангелді орнынан тұрды. «Анашым, біз сізге бір нәрсе айтқымыз келеді». «Айта ғой балам. Біз әкеміздің аманатын орындадық, бірақ сіздің аманатыңызды енді біз сақтаймыз». Айдана қосылды. «Біз енді бір-бірімізден айырылмаймыз». Амангелді де бас изеді. «Осы шаңырақты біз енді ешқашан суытпаймыз». Амина күлімсіреп: «Бұл үй енді біздің тірегіміз болады». Мен көзіме жас алып, оларды бір-бірлеп құшақтадым. «Менің ең үлкен бақытым сендерсіңдер». Айлар өтті. Біздің үйде бұрынғыдай тыныштық емес, тіршілік орнады. Бір күні күлкі, бір күні әңгіме, бір күні мереке. Ал мен сол шаңырақтың төрінде отырып, ішімнен бір ғана нәрсені қайталай бердім: бірлік бар жерде береке бар.